Сәлем достар, бүгін сіздермен ерекше болып шығатын шұжық нанын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті ингредиент шұжық, пияз және ұн қажет болады. Қамырын біз ашытып аламыз. Дрож, тұз, қант және май қосамыз. Жақсылап араластырып, ұнды ситодан өткіземіз. Жұмсақ етіп илеп шығамыз қамырымызды. Иленген қамырды 1-1,5 сағатқа алып қоямыз. Пиязымызды сақтап турап, салмасына дайындаймыз. Шұжық екеуін. Шұжық дейтіміз күйдірілген май. Сиырдың сондай іш майлары. Тоңмай жасап алып, қалған осындай шұжықтарды нанның ортасына салып берсеңіздер болады. Пиязды тұзбен өлтіріп аламыз, араластырып. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Қамырымызды жайып аламыз, қолмен жұмсақ болғандықтан. Ортасына пиязды жұқалап төсеп шығамыз. Шұжықтарымызды салып шығамыз. Шұжық фотолар тұр, қарап шықсаңыздар болады. Осыны майға қорып алғанда осындай шұжықтар пайда болады. Әр жерде әртүрлі айтылуы мүмкін, біз жақта шұжық дейді. Осылай жинап шығамыз, бәрін жақсылап араластырып қамырға. Осы салмадан маған 2,5 нан шықты. Осындай тесто пайда болды бізде. Енді осыны духовкаға салатын боламыз. Әркім духовкасы әртүрлі қызиды. 1 сағат көлемінде пісіп шығады, 180 градуста. Осылай қолмен нанды жайып аламыз, жақсылап. Шығып кеткен шұжықтарды, пияздарды ішінде болған жақсы қамырдың. Осындай шұжық нандарды жасап, отбасыңызды қуантыңыздар. Өте тойымды болып шығады және дәмді. Жұмыртқаның сарысын алып бетіне жағып шығамыз. Нанымыздың бетіне күн жітімізді себеміз для красоты. Дайын нанды қызып тұрған пешімізге салып, піскен нанды алайық. Жақындатып қараңыздар. Вуаля, осындай красотуля шықты. Ас болсын, достар.